бір ғана ақыл қындыру әдісімен міне осындай мүмкіншілікке қол жеткізді. Ал біз чемпионды күтетін боламыз. Жұман Жұмабеков назарларыңызда октагонға беттеді. 31 жасар спортшы. Соңғы жекпе-жегінде Вадим Малыгинге қарсы чемпиондық белбеуді сарапқа салған болатын. Алғашқы раундта нокаутпен жеңіске қол жеткізіп, NFC чемпион атанды. Міне, чемпион болу қиын, бірақ оны қорғап шығу одан да қиын. Сондықтан бүгін психологиялық тұрғыдан болсын, физикалық тұрғыдан болсын, Жұман Жұмабековке оңай тимейтінін барлығымызды түсініп отырмыз. Бұл мейн ивент, кештің басты жекпе-жегі. Тиісті тексерістен кейін әрине Жұман Жұмабеков октагонға беттейтін болады. Жұманның қазір таңда рекорды 14 жекпе-жектен тұрады. Соның 10-ында жеңіске жетсе, 4-еуінде жеңіліске ұшыраған өте тәжірибелі спортшылардың бірі. Дәл өз салмағында. Бұған дейін әлемдік түрлі лигаларда да өнер көрсетіп үлгерген. Ladies and gentlemen, this main event presented by general sponsor Dartec, official sponsor 1xBet, and media partner BTV. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Give some noise! 5th round of NFC in bantamweight division. Introducing him first and fighting out of the blue corner. He stands 176 centimeters tall. Official weight in 61 kilograms. Professional record of the fighter: 4 wins, 1 defeat. Ladies and gentlemen, fighting out of Osh, Kyrgyzstan, the challenger, Ayshiget Erkebayoğlu. Introducing his opponent and fighting out of the red corner. Professional record of the fighter: 10 wins, 4 defeats. He stands 169 centimeters tall. Official weight in 61 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Ladies and gentlemen, defending NFC bantamweight champion of the world. Қарсы алыңыздар, Жұман Жұмабеков! The referee, chart the action, Ақтілеу Аскербайұлы. Раунд. Лоу-кик, және соққа алмасы үлгерді. Жұман бірден ығыстыра бастады қарсыласын. Аяқтан нұқтыр. Айжігіт. Соққа алмасудан бас тартар емес. Міне, алғашқы шабуыл. Жұман өте жинақы. Бір соққы жасаудың амалын көздеп жүрген сияқты. Лоу-кик тағы да. Өте жақын жүр қарсыласына. Айжігіт міне осымен екінші рет атылып отыр. Бұндай әдістерінен түсіну қиын, қандай тактика таңдағанын әзірше өзі де түсінбей жүрген сияқты. Жұман опытпен Міне, көздеген күрес болу керек. Айжігіт бірден аяқтан ұстап құлатты. Әйтеуір дегенде жетті, ұстап қала алады ма жерде. Керемет! Оу, слэм! Жұман қалы жерде тұрып өзін көрсету керек. Желкеге қадап түсірген сияқты бұл жерде. Жұманға жиналу керек әрине. Күрестен құтылу керек барынша. Еркебайұлы көп күш жұмсап жатыр. Жұманға асықпаған дұрыс. Өте жақсы. Еркебайұлы жерде ұстап қала алмады, бірақ не деген слэм десеш, көтеріп ап.
Бірақ ұмытпау керек, алдыда әлі 4 раунд бар. Қазірден осындай күш салатын берсе. Тағы да бірнеше ауыр. Жұман қорғанып қалды. Сақ болу керек әрине. Өте салқынғанды. Қаншама соққы өткізіп алғанына қарамастан. Бұл соққылардың көбі дәл тимей жатты, бірақ соған қарамастан Жұман Жұмабековтың қазір салқынғандығы таңғалдырып отыр. Еркебайұлы бұл чемпиондық поясқа таласуға лайықты екенін көрсетіп жатыр. Өте әдемі соққы встречный. Жұманның удары жақсы деген сияқты. Тіпті кейбір сәттерде қолын төмен ұстап жүрген байқап отырмыз. Жұманның өте сенімді. Айжігіттің жаңағы соққыларынан кейін түсінген болу керек, бірақ соған қарамастан сақ болу керек әрине. Жұманға алдың қолмен встречный боковой кірді. Артқол. Өте жақсы. Тағы алдыңғы боковой. Аперкот қазір қарсы алды. Айжігіттен күрес күтеміз. Жұман қазір Айжігіттің күреске кірген күтіп отырған болу керек. Тағы да аперкот, тиген жоқ. Екі спортшы бір-бірін жақсы сезіп отыр. Бір-бірлерінің жоспарларын енді түсіне бастаған сияқты, Жұман алдыңғы боковой жақсы кіріп отыр. Соны жасырын түрде. Тағы да. Бұндай соққыларды өтсе беретін болса, құлақ қалуы мүмкін Айжігіт. Жұманның осындай бір қасиеті бар, осылай соққы алмасқан жақсы көреді. Жақсы ма, жаман ба, бұны енді өздеріңіз шешесіздер, бірақ бұл отпен ойнау ғой. Жұманға алдыңғы боковойдан кейін аперкот тұқса, әдемі тиетіндеді деп ойлап тұрмын. Жұман өзі өткізіп алды. Аяқпен соққы аз. Жұманның орындауында қолға көп көңіл бөліп отыр. Профессиональный бокс көріп кеткендей болдық қой. Жұманның айтпақшы кәсіпқой бокста да тәжірибесі бар. Қателеспесем рекорды 1-1 болу керек. Екі спортшы стойкада өте әдемі көрсетеді. Бұндай соққылар өте қауіпті қазір. Міне көрдің бе, тағы да оверхендтер. Жұманға левый боковойдан кейін удар қосу керек. Өйткені левый боковоймен ол кішкене қарсыласын нокдаунға жіберіп жатқан сияқты. Өте ауыр тиіп жатқан көріп отырмыз, бірақ Айжігітте қап қалып жатқан жоқ. Айжігіттің күресі қайда? Күресте жақсы келе жатқан болады. Соңғы 10 секунд. Алғашқы раунд. Динамичный раунд такой прошел в исполнении обоих спортсменов. И взгляните на этот слэм, который провел Айжигит Еркебайұлы. Было несколько точных попаданий от кыргызского файтера, но в том числе и Жуман Жумабеков смог доставать своего оппонента комбинациями. Да, обоюдные были атаки, что с одной стороны, что с другой. Итак, ждем начала второго раунда этого поединка. Напомню, что 5 раундов по 5 минут нас ожидает в главном событии сегодняшнего вечера. Жуман Жумабеков проводит свою первую защиту пояса чемпиона в этой весовой категории. Итак, второй раунд. Хороший бой. Джуману нужно больше работать на ножках, давать промахиваться Акжигиту. Вот что сейчас и делает Джуман.
Пытался попасть справа сейчас Жуман Жумабеков. Исполнение Жумана Жумабекова. Хороший лоу-кик. Даже каф-кик можно назвать этот удар, потому что был ниже. О, бедра хороший нанесен. правый прямой. Прошел от Жумана. Джеб. Джеб. Исполнение Эркибай-Улу. Пока что выжидает каких-то действий Жуман Жумабеков. Отличная комбинация от претендента, но в защиту приходятся все удары. Да, все удары в защиту. Снова низкий лоу-кик от чемпиона. Хороший джеб. Ох, левый Попадает боковой, навстречу! попадал. По всей видимости, потрясен был Айжигет. Да, попал Да, левым, потрясен попал, все еще. Попал левым боковым, но при этом ответил Супермен панчем таким неприятным. Да, по всей видимости, все еще не может прийти в себя. Очень нестабильно держится на своих ногах Айжигет. Вертушка в исполнении Акжигита. Хороший каф-кик. Снова низкий лоу-кик. Левый боковой, отлично. проходит. Такая вот открытая рубка. Пропускает комбинацию и теряет равновесие Жуман Жумабеков. Да, ну сразу же встал. Кричат болельщики Жумана, что нужно работать первым номером. 2 минуты позади второго раунда. Снова левый хук. Да. Работать нужно Жуману. Вот, руки проходят. Работа ручками проходит. Нужно развивать свой успех. Попадает Правый справа прямой. сейчас Айжигет Еркибай-Улу точно в подбородок. Хайкик от претендента. Исполнение Акжигита. Оу, что за комбинация? Жуман показывает, что ничего серьезного не пропустил. Всем своим видом Жуман показывает, что эти удары он даже не прочувствовал, однако все-таки руки нужно поднять, на мой взгляд. Да, руки нужно поднимать и держать их максимально выше. Кричат угловые Жуману Жумабекову, что нужно двигаться, не стоять на удобной дистанции Акжигита. Половина раунда позади. Да, нужно работать по этажам. Снова та же самая комбинация. Но после этого теряет равновесие и пытается провести удушающий прием. Жуман, попытка проведения тейкдауна, перевода в партера от Айжигита. Да, попытка тейкдауна неудачная. Молодец, Жуманов защищался. Да, нужно работать. Чрезмерное уважение может довести не до добра. Да, нужно мы видели. Жуману работать. Безусловно, бойцы... Хороший являются- джеб в исполнении Жумана. Нужно развивать успех. Нужно развивать успех в ударке. Видно, тяжело задышал. Оу, еще раз! Та же самая, скажем так, хитрая, примитивная комбинация из правого бокового и левого хайкика. Но уже 3-й раз она достигает цели. Да, уже все кричат Жуману, что нужно руки поднять свои. Попадает справа сейчас Айжигет. Прессингует. Попадает, да, попадает. Жуман Акжигит. через блок пробивает. Кыргызстанец попадает! И это нокаут! Айжигет Еркибай-Улу становится новым чемпионом NFC в легчайшем весе! Буквально одним ударом заканчивает этот поединок. Что за нокаут? Оу, что за бой, что за нокаут, а? Не может прийти в себя чемпион. Все в порядке с Жуманом. Очень, конечно же, жесткое попадание от Айжигета.
Эркибайұлы. Поздравляем нового чемпиона. Надеемся, что с Жуманом ничего серьезного не произошло. Давайте взглянем на этот момент. Подловил правым апперкотом. Рефери был слишком далеко. Аскербайұлы. И лишний удар, конечно, нанес сверху Айжигет, который, по большому счету, наверное, не нужно было наносить, потому что Жуман был в глухом нокауте после этого попадания. Алдыда бір жеңілістен кейін үлкен жеңістер күтіп тұрған шығар. Барша қазақ болып Жұманға дұға етейік, денсаулығы дұрысталып кетсін. Бүгін Еркебайұлының күні. Champion of the world, Ayşeget Erkebayoğlu. Ayşegul